Түркістандағы Тайқазан туралы деректер. Әмір Темір тапсырысымен бұл қазан 1399 жылы 25 маусымда Түркістан қаласының батысында 27 шақырым жерде орналасқан Қарнақ қаласында, қазіргі Қарнақ ауылы, сирек кездесетін асыл металдардың қоспасынан құйылған. Салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр. Қазан сыртындағы арабтың гүлденген сульс және куфи қолтаңбаларымен жазылған 3 қатар жазудың біріншісінде оны шайхылардың сұлтаны Ахмет Яссауи кесенесіне арналып жасалғаны туралы айтылады. Екінші қатардағы әлә, әл-мүлки лилла деп куфи қолтаңбасымен 20 рет қайталанып жазылған сөздің аудармасы байқаңдар, мүлік Алланыкі делінген. 1935 жылы Тайқазанды Санкт-Петербургтегі Эрмитажға алып кетеді. Жарты ғасырдан астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы қыркүйектің 18-інде ғана тарихи отанына қайтарылады. Бұл істе мемлекет және қоғам қайраткері, халқымыздың бір туар перзенті Өзбекәлі Жәнібековтің сіңірген еңбегін айрықша атап өткен жөн.